Бүгінгі сабақтың тақырыбы интеграл немесе алғашқы функция. Екеуі бірдей мағынаны береді. Не үшін алғашқы функция деп аталады? Мысалға, бір 7x-тің квадратынан туынды алатын болсақ, мынау 2 7-ге көбейтіледі, сол кезде 14x дегенді береді. Мынадан біз туынды алдық, ал алғашқы функция осының алғашқы түрі деген сөз. Мынадан алғашқы функцияны табатын болсақ, мына есепке шығу керек деген сөз ғой бізде. Сол кезде мына бір форманы алып қолданамыз. Мынау n деген қандай да бір санның дәрежесі, сол дәрежеге 1-ді қосамыз, ал дәрежені толығымен бөлшектің бөліміне жазып қоямыз. Мысалға, x-тің квадратынан алғашқы функцияны табатын болсақ, ол бізде мынандай интеграл деген түрде жазылады, немесе fx деген түрде жазылады. Туындыда мысалы fx қандай да бір сан болса, бір x-тің кубы деп тұрса, туынды алып жатырмын деген сөз мынандай штрихты беретін еді. Сол кезде мынау 3 алдына келіп түседі. Дәрежеден 1-ді азайтамыз, 2 болатын еді. Ал алғашқы функцияда бізде мысалы fx x-тің кубы деп тұратын болса, үлкен f пен жазамыз. Мынау үлкен f дегеніміз алғашқы функцияны тауып жатырмын деген сөз. Енді былай істейік біздер. fx тең болсын қандай да бір өрнек x-тің кубы. Бізде n-нің орнында 3 тұр деген сөз. Демек, мынаның орнына біз 3-ті, мынаның да орнына 3-ті қойып есептейміз деген сөз. Үлкен f дегеніміз бізде алғашқы функцияны тауып жатырмыз дедік. Ал мына жақта тұрған n-нің орнына біз 3-ті қоямыз, плюс 1 бөлімінде мынау n-нің орнына 3-ті әкеп қоямыз деген сөз. 3 плюс 1 ол 3 қайдан шықты? Ол функцияның мынау дәрежесіне тұрған 3 дегенді береді. X мына жақта 3-ке 1-ді қосатын болсақ, 4 бөлімінде 4 қосамыз, с деген мынаны жазып қою керекпіз. Мысалы, fx тең болады бір x-тің 7 дәрежесі. Мына жақта n-нің орнына біз 7-ні әкеліп қоямыз деген сөз. Демек, мына жерге де 7, мына жерге де 7-ні әкеліп қоямыз деген сөз. Үлкен f дегеніміз бізде алғашқы функцияны тауып жатырмын деген сөз. Сол кезде x мына жақта n орнына біз 7-ні әкеліп қойып жатырмыз. 7 плюс 1 бөлімінде мынау n-нің орнына да 7-ні әкеліп қойып жатырмыз. 7 плюс 1 плюс мына жаққа жазып қоямын. 7-ге 1-ді қосатын болсақ, x-ның 8 дәрежесі бөлімінде 7-ге 1-ді қосақ 8 плюс x дегенді береді. Енді мына жақта құр өзі ғана емес, бір санмен беріліп тұрсын. Мысалы, 3x-тің 8 дәрежесі деп алайық. Туындыда да, интегралда да алдында қандай да бір сан тұратын болса, оған тиіспейсіңдер, сол сан тұра береді сол күйінде. Ал n-нің орнына бізде қазір 8 тұр, яғни мынау n-нің орнына біз 8 әкеп қоямыз. 8 плюс 1 бөлімінде 8 плюс 1 плюс с. Енді 8-ге 1-ді қосатын болсақ, x-тің 9 дәрежесі бөлімінде 8-ге 1-ді қосақ 9 плюс с. Мыналар қысқаратын болса қысқартамыз, қысқармаса солай қалдырамыз. Ал біздің жағдайда бұл екеуі қысқаратын өрнек болып тұр. 3-ке қысқартсақ 1 қалады, мынаны 3-ке қысқартатын болсақ 3 қалады. Демек, 1-ді мынау x-тің 9 дәрежесіне көбейтетін болсақ, соның өзі шығады, ал бөліміндегі 3 тұра береді плюс с. Сол кезде оның жауабы мынаны береді. Мысалы, fx тең былай тұрсын. x-тің 7 дәрежесі бөлімінде 9 деген санды ала салайық. Үлкен f дегеніміз алғашқы функцияны тауып жатырмын деген сөз. Мынау x-тің 7 дәрежесі плюс 1, яғни n-нің орнында бізде 7 тұр деген сөз, мыналардың орнында 7 тұр деген сөз. Бөліміндегі 9-ға тиіспейміз, ол тұра береді, ал келесі санды біз жақшалап жазу керекпіз. 7 плюс 1 деп, өйткені ортасы көбейтуді береді деген сөз. Сол кезде x-тің 8 дәрежесі, мына жақта 9 көбейтілген 8 плюс с-ны ұмытпаймыз. x-тің 8 дәрежесі, мынау екеуін көбейтетін болсақ 72 қосылған с. Не үшін мынау ортасы бізде көбейту болды деген сұрақ туындайтын болса, мысалы, x-тің 7 дәрежесі бөлінген 9 дегенді біз 9-дан 1 көбейтілген x-тің 7 дәрежесі деп аламыз. Ал алдында тұрған санға тиіспейміз дедік, ол тұра береді. Ал мынаны біз былай өрнектей береміз. 7-ге 1-ді қоссақ 8 бөлімінде 8 мынау екеуі көбейтіліп 72-ні береді деген сөз. Мынау осылай тұра береді. Келесі бізде санның барлығы мына түрде беріле бермейді. Мысалы, мынандай түрде беріледі. fx тең болады 1 бөлінген x квадрат деген. Біз мына бір өрнекті білеміз. Кез келген санның минус дәрежесі ол 1 бөлу дегенді береді. Мысалы, x-тің минус 2 дәрежесін біз 1 бөлінген x квадрат деп жаза аламыз. Дәл сол сияқты x 1 бөлінген x-ның квадратын біз x-ның минус 2-сі деп жаза аламыз. 1 бөлінген x куб деп тұратын болса, оны x-ның минус 3 дәрежесі деп жаза аламыз. Мысалға, 7 бөлінген x-тің 12 дәрежесі болса, оны 7 көбейтілген x-тің минус 12 дәрежесі деп жазуға болады. Демек, мына тұрған өрнекте біз x-тің минус 2 дәрежесі деп жазамыз. Сол кезде осыдан алғашқы функцияны табатын болсақ, мына жақта минус 2 формулада плюс 1, мына жақта плюс 1.
ал бөліміне -2 плюс 1-ді әкеп жазамыз. Плюсы енді осыны есептейміз. X мына жақта -2 мен плюс 1 дегеніміз -1-ді береді. Бөлімінде де -1-ді береді. Плюсы ары қарай бұны есептейтін болсақ, мынау минус дегеніміз алдына шығып кетеді. Ал минус дәреже ол дегеніміз 1 бөлінгенді береді деген сөз. Демек 1 бөлінген x-ің 1 дәрежесі плюсы 1 дәрежені жазбай қойсақ болады. Есептің жауабы осылай шығады. Мысалға былай болсын. fx 7 бөлінген x-тің 9 дәрежесі деп тұрсын. Біз бұны 7 көбейтілген x-тің -9 дәрежесі деп жаза аламыз. Бөлшектің бөлімде тұрған санды дәрежені алымына минус дәреже деп ала саламыз. Өзі fx тең болады 7 көбейту деген тұра береді. Мына жақта x-те -9 дәрежесі плюс 1 бөлімінде -9 плюс 1. Енді мына жақтан бізде тең 7 көбейтеміз x-тің -8 дәрежесі бөлімінде -8 плюсы. Мына жақта тұрған минусты біз бөлшектің ортасына жазып қоямыз. Сол кезде 7 бөлінген 8 x-тің 8 дәрежесі дегенді береді. Енді келесі жағдай. 1 бөлінген x дегеніміз ол x-те -1 дәрежесі ғой. Осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, мына жақта x-те -1 плюс 1 -1 плюс 1 деп бөліміне жазып қоямыз. Сол кезде x-тің 0 дәрежесі бөлімінде 0 плюсы бізде бөлшектің бөлімі 0 бола алмағандықтан дәл осы өрнекке бізде мынандай бір дайын формуланы берген. dx бөлі x деген. dx бөлінген x дегенде біз былай жаза аламыз. 1 бөлінген x dx деп жаза аламыз. Осыдан бізде ln x деген кеп шығады. Себебі бізде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Осыны біздер 1 бөлі x деп қабылдаймыз. Мысалы, бізде былай тұрсын. 3 бөлінген x, мына жақта fx деп жазып қойық. Бұның алғаш функциясы алдында санға тиіспейміз едік, ол тұра береді. Ал бөлінген x болып тұрса, ln x деп қоя саласыңдар. Мысалға, fx 7 қосылған қосу демек қойық, бөлімінде сол x-дің өзі тұра берсін. Осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, 7 ln x деп қоя саламыз, қасында плюс с бар. Ендігі келесі айтатын мынандай жағдай, мынау формулаға қайтып оралайық біздер. Мысалға, fx x-тің 7 дәрежесі болсын. Осыдан алғаш функцияны табатын кезде, мына 7-ге 1-ді қостық, бөлімінде де 7-ге 1-ді қостық, плюсы дедік. X-тің 8 дәрежесі бөлу 8 плюсы дедік. Енді осының сәл күрделенген түрі берілсін деп есептейік. Мысалға, жақшаның ішінде 3x қосылған бір 7 деп алайық, осының 5 дәрежесі болсын. Осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, бұның ешқандай күрделі дымы жоқ. Тура жаңағы сияқты. Мынау 5 тұр ғой, осыған жақшаға дым өзгеріс енгізбейміз. 5 плюс 1 дейміз, бөлімінде 5 плюс 1 деп мұнау формуланы қолданып шығара бересіңдер. Сосын жақшаның ішіне қараймыз. Мынау x-і жоғы керек емес, мынау бізге қатты маңызды емес. 3x деп тұр ғой. Осы x-ің қасынан тұрған сан 1 бөлінген болып жазылады. Сол кезде үстінде бізде 3x плюс 7, 5-ге 1 дәрежені қосатын болсақ 6 болып тұра береді. 5-ге 1 қоссақ 6, көбейтеміз 3-тен 1-ге. Мынау екеу бір-біріне көбейтіледі, бөлімінде 18, 3x қосамыз 7, 6 дәреже соңында плюсы дегені болады. Осыған тағы бір мысал көрейік. fx бізден мынандай болсын. 7x азайтылған 5, осының қанша дәрежесі деп алайық. 1, 6 дәрежесі боласасын. fx жақшаға дым өзгеріс енгізбейміз, солай жазыла береді. Ал дәрежеде 6 плюс 1 себеп формулада бізде n плюс 1 дейді. n-нің орында 6 тұр деген сөз ғой. Бөліміне 6 плюс 1 көбейтеміз. Мынау x-і жоқтары қатты маңызды емес, вообще маңызды емес жалпы. Мынау x-тің қасында 7 тұр ғой, оны 1 бөлінген 7 деп аламыз. Плюсы ары қарай есептейміз. 7x минус 5, 6-ға 1-ді қосатын болсақ 7 деген кеп шығады. Бөлімінде 6-ға 1-ді қосатын болсақ 7, көбейтеміз 7-тен 1-ге. Енді 7-ге 7-ні көбейтетін болсақ 49, алымында 7x минус 5, осының 7 дәрежесі соңында плюсы дегенді жазып қоясыңдар. Енді ax бұл көрсеткіш функция. ax-ның алғашқы функциясы бізде осындай өрнекті береді. Бұл дайын форма жаттап аласыңдар. Мысалы, a-ның орнына біз 3 деген санды қойық. fx тең болады 3-дің x дәрежесі. Осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, мынау a-ның орнында
3 тұр. Демек, мына жаққа 3-ті қоямыз, мына жерге де 3-ті қоямыз, мынағында 3-ті қоя саламыз деген сөз. Сол кезде 3-тің x дәрежесі бөлінген ln 3 дегенді береді. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалға, fx тең болады бір 7-ның x дәрежеп тұратын болса, алғаш функциясы бізде мынау тұрған орны a-ның орнына 7-ні әкеп қоямыз. 7-ның x дәрежесі бөлінген ln мынау тұрған a-ның орнына біздер 7-ні әкеп қоя саламыз. Себебі мына жақта тұрған a-ның орнында бізде 7 тұр деген сөз. Плюс с. Осы біз есептің жауабы болады. Тағы біреуін көре салайық. fx тең болады мына жаққа бір 12x-дің дәрежесі дейік. Сол кезде алғаш функциясы оның 12-ның x дәрежесі бөлінген 12 ln 12 дегенді береді. Келесі формула ex-дің туындысы да алғаш функциясы да ex болып өзін береді. Не себепті? Себебі ex-тен алғаш функцияны табатын болсақ, жаңа ex бөлінген ln e деп аламыз ғой алдыңғы формула бойынша, мынау бойынша. Енді логарифмдерде мынандай бір дүние бар. Логарифм a негізді a деп екеуі бірдей болып тұратын болса, ол бірді береді деген сөз. Ал ln x дегеніміз бізде логарифм e негізді x деген сөз ғой. Ал мына жақта бізде ln e деп тұратын болса, ол логарифм e негізді e-ні береді деген сөз. Ал мынаның мәні 1-ге тең. Сондықтан мына жақта x бөлінген 1, кез келген санды 1-ге бөлетін болсақ, сол санның өзі кеп шығады деген сөз. Енді есептерге ораламыз. Бізде жай ғана сан тұратын болса, оның алғаш функциясы сол санның қасына x-ті жалап қоя саласындар көбейту деп. Сол кезде x қосылған с дегенде береді. Мысалға, fx тең болады 7 деп тұратын болса, оның алғаш функциясы бізде 7x болады. Мысалға, fx тең 5 деп тұратын болса, оның алғаш функциясы 5x дегенді береді. Қасына x жалап қоя бересіңдер. Не себепті? Себебі, былай істейік. fx наған 9 деп алайық, ал 9 дегеніміз 9 бен 1-дің көбейтіндісі деп алсақ болады. Кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ді береді деген дүние бар мынандай. a-ның 0 дәрежесі 1 деген сияқты. Енді осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, алдындағы санға тиіспейміз дедік, мынау сан тұра береді. Ал дәрежеге 0 плюс 1, астында 0 плюс 1 дегенді әкеп қосамыз деген сөз ғой. Жа формула бар еді бізде x n плюс 1 бөлімінде n плюс 1, мына жақта плюс с деген. n-ның орнында 0 тұр деген сөз. Сол кезде 0 плюс 1, мына жақта да 0 плюс 1. Одан кеп шығатын нәрсе 9x-тің 1 дәрежесі 1 дәреже өзін береді, бөлімінде 1 плюс с. Сол кезде любой санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Сол себепті мынау тұрған 9-ның алғаш функциясы бізде 9x дегенді береді. Сан көрсеңдер, қасына x-ті жалап кете бересіңдер. Енді келесі, мына жақта 1 дәреже тұрды ойлайсыңдар. Ал бізде формула x-тің n дәрежесі плюс 1, мына жақта n плюс 1 еді ғой. Осы жақтан fx деп аламыз, мына жақта 1 дәрежеге 1-ді әкеп қосамыз, бөлімінде де 1 плюс 1 дейміз. Ал мынандай сан көретін болсақ, қасына x-ті жалап кете береміз дедік. 1-ге 1-ді қосатын болсақ, x-тің квадраты бөлеміз 2-ке минус 7x плюс с дегенді береді. Келесі есеп. Мына жақта n-ның орнында 2 тұр, яғни 4x 2 дәреже плюс 1 бөлімінде 2 плюс 1, дәрежеде не тұр, бөліміне де тура соны жазамыз. Мына жақта 1 дәреже бар деп ойлайсыңдар, x1 плюс 1 бөліміне де 1 плюс 1 жазам. Ал санды көретін болсақ, қасына x-ті жалап кете береміз дедік. Енді мына жақта 4x 2-ге 1-ді қосатын болсақ 3 бөлімінде 3, қосамыз 1-ге 1-ді қосатын болсақ x квадрат бөлімі 2 минус 2x плюс с дегенді береді. Жауабы осылай қалады. Келесі, мына жақта бөлшектің бөлімінде тұр 1 бөлінген x квадрат деп. Мынандай формула бар екенін айтып өттік жаңа біздер. Демек, 1 бөлі x дегенде біздер x-тің минус 2 дәрежесі деп аламыз. Енді осыдан алғаш функцияны табу керек болады. X-тің минус 2 дәрежесі формулада бізде плюс 1 бар еді. Бөліміне тура сол дәрежені өзгерсіз жазамыз. Плюс әшін сан көретін болсаңдар, оның қасына x жалап жаза саламыз дедік. Плюстің ұмытпаймыз. Мына жақта бізде ол минус 1-ді береді, яғни минус 2 плюс 1 деген. Бөлімі де минус 1-ді береді, сол кезде плюс 3x қосамыз с. Мынау дегеніміз минус 1 дәреже, ол 1 бөлінген x дегенді беріп бір. Ал мына жақта тұрған минус алдына шығарып қоя саламыз, сол кезде 3x қосылған с дегенді береді. Келесі есеп бізде 1 бөлі x қосылған x дейді. Жа 1 бөлінген x-ке бізде дайын бір формасы бар еді, ln x деген.
Енді осыны алаш функциясын табатын болсақ, мына 1 бөлінген x-тің орнына ln x деген жазып қоямын. Ал мынада 1 дәреже бар деп ойлайсыңдар. Сол кезде x-тің 1 плюс 1 дәрежесі бөлімінде 1 плюс 1 плюс с деп қоямыз. Сол кезде жауабы ln x плюс мынау 1-ге 1-ді қосатын болсақ x-тің квадраты бөлімінде 1-ге 1-ді қоссақ 2 шығады, қосу с деген осындай жауап келіп шығады екен. Келесі бізде осын бөлек-бөлек табастақ болады. Мысалы 12x-ның 8 дәрежесін алаш функциясын табатын болсақ, санға тиіспейміз, бұл сан тұра береді. Ал мынау 8-ге 1-ді әкеп қосамыз, плюс 1, астында плюс 1. Сол кезде 12x-тің 9 дәрежесі бөлінген мынау екенін қосатын болсақ 9. Енді 12 мен 9-ды 3-ке қысқартатын болсақ, мынадан 4 қалады, мынадан 3 қалады. Сол кезде 4x-тің 9 дәрежесі бөлінген 3 деген әңгіме келіп шығады. Ал екінші тұрған 1 бөлінген x квадрат деген. Біз оны x-ті минус 2 дәрежесі деп ала аламыз. Енді осыдан алаш функция табатын болсақ, x минус 2 плюс 1 бөлімінде минус 2 плюс 1. Мынау минус 2 плюс 1 дегеніміз минус 1-ді береді, мына жақта минус 1-ді береді, ал бұл дегеніміз минус 1 бөлінген x-ті береді. Неге бұндай екен? Алдыңғы есептерде айтып өттік. Демек, бұның алғаш функциясы дегеніміз мынаның орнына біз мынаны әкеп жазамыз, 4x-тің 9 дәрежесі бөлінген 3 деп. Мына жерде плюстан бас шықты, мына жерде минустан бас шығып тұр. Плюс пен минус бізде минустан баны береді. 1 бөлінген x плюс с деген осындай бір жауап кеп шығады. Келесі, мына жақта бізде 1 деген дәреже бар. Осыны бөлек өзін есептеп алатын болсақ, 8x плюс деп аламыз. Бұлай 1-ге 1-ді қосып жібереміз. Сол кезде 8x-тің квадраты бөлімінде 2, 8 мен 2 қысқарады, яғни мынау бөлшек сызығы бөлу дегенді береді. 8 2-ге бөлетін болсақ 4x-тің квадраты деген қалады. Енді бізде мынандай бір жағдай бар. Мынаны бірінші былай есептейік. 1 бөлінген 2 түбір астында x дегенді, 1 бөлу 2 түбір астында x дегенді x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп ойлаймыз. Ал бұны біз 1 бөлінген 2 мына жақта бетик. Кішкентай сызық қойын, x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. Енді формула бойынша бізде жаңа плюс 1 дегендер бар еді. 2-ден 1 көбейтеміз, x-тің минус 2-ден 1 плюс 1 бөлімінде минус 2-ден 1 плюс 1 дегенді беретін еді. Енді 2-ден 1 көбейтеміз, мынаған ортақ бөлім 2-ден бердік. Сол кезде 2-ден 1-ді азайтып жіберетін болсақ, x-тің 2-ден 1 дәрежесі бөлімінде мына жерде 2-ден 1-ді азайтатын болсақ 1 бөлінген 2. Мынау екеуін қысқарта аламыз, бірлерді қысқарта аламыз, қалғаны бізде x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Ол дегеніміз түбір астында x-ті береді деген сөз. Алдында минустан ба тұр, енді бұның алғаш функциясын біз былай жаза аламыз. Жаңа 8x-тің орнына 4x-тің квадратын жазамыз, минус түбір астында x деп. Жауабы осы болады, қасында плюс с дегені бар. Енді бұны біз былай жаттасақ болады. Туындыда түбір асты x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір асты x-ті беретін еді. Ал 1 бөлінген 2 түбір асты x-тің туындысы, алғаш функциясы бізде түбір астында x-ті береді деп осылай дайын формуламен жаттабасындар болады. Сол кезде нашта 1 дәреже бар деп ойлайсыңдар. 1-ге 1-ді қоссақ 8x-тің квадраты бөлу 2. Ал мынау тұрған өрнекті біздер түбір астында x-тің өзін береді деп ойласақ болады, қысқартып жібереміз. 4x квадрат минус түбір астында x деген кеп шығады екен. Плюс с дегені бар. Енді осы жайлы кішігірім бір нәрсе айтып өтетін болсақ, 1 бөлінген 2 түбір асты x-тің алғаш функциясы бізде түбір асты x-тің өзін берді. Мысалы 7 бөлінген 2 түбір астында x дегеніміз 7 түбір астында x-тің өзін береді. Формулада бізде 2 тұру керек. Мысалы 2 тұрмай қалатын жағдайлар болады. Мысалы түбір асты x-тің өзі ғана. Мынау формулада 2-ні наған әкеліп жазатын болсақ, алымына да соны әкеліп жазу керекпіз деген сөз. Өйткені екеуі қысқаратта жоқ болып кетіп, мынаның өзін береді деген сөз. Сол себепті екеуіне де 2-ні бердік. Ал мынау тұрған өрнек бізде мына тұрған мәнді береді деген сөз. Мынау 2-ге тиіспейміз, 2 тұра береді, түбір астында x деген шығады. Мысалы 3 бөлінген түбір асты x-тің өзі деп алайық. Формула бойынша бізде не болу керек дедік? 2 болу керек. Демек, мынаның алдына біз 2-ні көбейтіп жазсақ, үстіне де соны көбейтіп жазу керекпіз. Мынау екеуін көбейтетін болсақ 6-ны беріп тұр. Ал мына жақта мынау дегеніміз бізде түбір асты x-ті беріп тұр деген сөз. Осылай шығара бересіңдер. Келесі есеп. Алғаш функция нақты 3 дәреже тұр, яғни 3 плюс 1 дейміз, бөліміне 3 плюс 1 дейміз. Мына жерде бізде 2 болу керек еді, мынағанда көбейтеміз 2-ні, 4-ке 2-ні көбейтетін болсақ 8, ал мынадан бізде түбір асты x дегенді береді, плюс мына екеуін қосатын болсақ x-тің 4 дәрежесі бөлімінде 4 минус 8x түбір астында плюс осындай бір жауап кеп шығады деген сөз.
Енді мына жақта тұрған әрқайсысын бөлек-бөлек есептейік. Жаңа біздер 1 бөлінген x квадрат дегенді x-тің минус 2 дәрежесі деп алған едік. Ал 1-дің орнында мысалы 7 тұратын болса 7 бөлінген x квадрат деп, ол 7 көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі деп жаза аламыз. Мына жақта тұрған өрнектің барлығын солай ала аламыз. Мысалы 2 бөлінген x-тің кубын біздер 2 көбейтілген x-тің минус 3 дәрежесі деп аламыз. Енді осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, мен теңдеп жаза берейін, негізі олай жазылмайды. 2 көбейтілген x-тің минус 3 дәрежесі плюс 1 бөлімінде минус 3 плюс 1. Одан 2 көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі бөлеміз минус 2, өйткені мыналар бізде минус 2-ні береді деген сөз. Мынау екеуі қысқарады, мына минус таңбаны біз ортаға жазып қоямыз, ал x-тің минус 2 дәрежесін 1 бөлінген x квадрат деп жаза алады екенбіз. Келесі біз мынаны есептейік, сосын алдына тұрған минус таңбаны ұмытпаймыз. 4 бөлінген x-тің 5 дәрежесі дегенді біз 4 көбейтілген x-тің минус 5 дәрежесі деп аламыз. Енді мынаны 4 көбейтілген x-тің минус 5 дәрежесі плюс 1, мына жақта минус 5 дәреже плюс 1. Енді 4 көбейтеміз, мынау дегеніміз бізде минус 4-ті береді, бөлімінде минус 4. Мынау екеуін қысқартамыз, мына жақта тұрған минус таңбаны алдына шығарып қоямыз, ал мынау дегеніміз 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесін береді. Келесі 6 бөлінген x-тің 7 дәрежесі дейді. Біз бұны 6 көбейтілген x-тің минус 7 дәрежесі деп аламыз. Енді 6 көбейтілген x-тің минус 7 плюс 1, плюс 1 деген жаңа формуладағы плюс 1-лер ғой. Плюс 1, мына жақта 6 көбейтеміз x-тің минус 6 дәрежесі бөлімінде минус 6. Мына мен мынау қысқарып кетеді. Мына минусты біз мына жаққа жазып қоямыз, ал мынаны біздер 1 бөлінген x-тің 6 дәрежесі деп жазамыз. Енді осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, мына тұрған өрнектің орнына біз мына тұрған өрнекті әкеліп жазамыз. Минус 1 бөлінген x-тің квадраты. Енді жаңа мынау минусты ұмытпаймыз дедік. Мына тұрған минус пен мына тұрған минус бізде плюс таңбаны береді. Мынаның орнына біздер 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесін әкеліп жазамыз. Ал мына өрнектің орнына минус 1 бөлінген x-тің 6 дәрежесі деп жазамыз. Плюсы деген жазып қоямыз. Осымен жауабы шығады. Енді бізде интегралда бөлу немесе көбейту деп тұрмау керек. Бұларға біздер түрлендірулер енгіземіз. Яғни 2x-тің кубы бөлеміз. Бөлшектің астындағыны былай жазып қойсақ болады. X бөлінген 2x деп жазып қоямыз. 3 бөлінген 2x деп жазып қоямыз. Себебі 2x барлығына ортақ бөлім болып тұрғандықтан бөлек-бөлек жазуға болады деген сөз. Енді мына жақта 2 мен 2-ні қысқарталам. Мына мен мынау қысқаратта бізде 2 дәреже қалады. Мынау екеуі қысқарып кетеді, ал мынау қысқармайды. Сол кезде x-тің квадраты азайтамыз 1 бөлінген 2 минус 3 бөлінген 2x дегенді береді. Осылардың әрқайсынан бөлек-бөлек алатын болсақ, x-тің квадраты дегеніміз ол x2 плюс 1 бөлімінде 2 плюс 1 дейміз. Үстінде x-тің кубы, астында 3 дегенді береді. Ал жаңа біз есептің басында айтқан едік, әшейін санды көретін болсындар, соның қасына x-ті жалап қоя саласындар. Ортасы көбейту деген үстіне көбейтеді деген сөз. Сол кезде x бөлінген 2 деп жазуға болады. Мына жақта 3 бөлінген 2x дегенді сендер былай жазсаңдар болады. 3 бөлінген 2 көбейтеміз 1 бөлінген x. Яғни 3-ке 1-ді көбейтетін болсақ, 3-тің өзі шығады, 2x-ке мынаны көбейтсек, мынаның өзі шығады деп жазып қойсаңдар болады. Сол кезде бұдан 3 бөлінген 2, ал 1 бөлі x-тің алғаш функциясы бізде ln x деген әңгімені береді деген сөз. Енді бұның жауабын жазатын болсақ, fx тең болады. Мынау бірінші тұрған орнына біздер x куб бөлінген 3 деген жазамыз. Ал мына жаққа минус 1 бөлінген 2, мына жақта біз x жазып қоя салайық, өйткені мынандай болып тұрды ғой. Сосын минус мына жаққа 3 бөлінген 2 ln x плюс с дегенді жазып қоясыңдар. Келесі есеп, мынау бізде былай түріне қарайтын болсақ, қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. a минус v, мына жақта a квадрат плюс ab плюс b квадрат деген сөз. Ол дегеніміз a куб минус b кубтың формуласын береді. Сол кезде x-тің кубы минус 1-дің кубы деген нәрсе келіп шығады. Одан x-тің кубы минус 1 дегенді беріп тұр. Бұл формуланы білмейтін болсақ, мынаны былай көбейтіп жақшаны аша береміз. x-ке x квадрат көбейтсек, x-тің кубы шығады. Мынаны көбейтетін болсақ, x-тің квадраты шығады. Мынаны көбейтетін болсақ, x шығады. Енді мынаны былай көбейтем. Минус x квадрат, мынаны көбейтеміз. Минус x, мынаны наған көбейтетін болсақ, минус 1. Енді бізде мына мен мынау таңба жойылады. Өйткені біреуінде плюс бар, екіншінде минус бар. Екеуін былай жойып тастаймыз. Енді мынау екеуі де бізде жойылады. Біреуінде плюс бар, екіншінде минус бар. Бізде қалып қалған x куб минус 1 деген әңгіме. Осыдан алғаш функцияны табатын болсақ,
мына жақта x-тің кубы минус 1 дейді. Мына минус 1 пока керек емес. Плюс 1 бөліміне 3 плюс 1 деп кәдімгі форманы жаза салайық. X-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Ал мынау әшейін санды көрсеңдер, қасына x жалап қоя саламыз дедік. Демек, бұның алғашқы функциясы мына тұрғанның орнына біздер x-тің 4 дәрежесі бөлу 4 деген жазам. Ал санды көретін болсақ, соның қасына x жалап қоя саламыз, плюс дедік. Мынада біздер жақшаны ашамыз. Мынау санды мынау санға көбейтетін болсақ, 7x-тің кубы деген шатына 1 дәреже 2 бір қосылады деген сөз ғой. Мынады мынаған көбейтетін болсақ, минус 3x-тің квадраты. Мынаны мынаған көбейтетін болсақ, плюс 7x. Мына санды мына санға көбейтетін болсақ, минус 3-тен кеп шығады. Енді осыдан алғаш функцияны табатын болсақ, бізде мынау 3 деп тұрғанға 1 дәкеп қосасыңдар. 7x плюс 1 бөлімінде 3 плюс 1, 3 плюс 1 мына жақта. Минус 3 көбейтілген x квадрат плюс 1 бөлімінде 2 плюс 1 плюс 7 көбейтілген мына жақта 1 дәреже бар деп ойлайсыңдар ғой. 1 плюс 1 бөлімінде де 1 плюс 1. Ал сан көретін болсаңдар, қасына x жалап қоя саласыңдар, плюс. Енді осыны есептейміз. Мына жерде 7x-тің 4 дәрежесі бөлімінде 4, мына жақта 3x-тің кубы бөлімінде 3. Қосамыз, мына жақта 7x-тің квадраты бөлеміз 2 минус 3x плюс. Мына екеуін қысқартуға болады. Сол кезде қалған жауабы 7x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус x-тің кубы, қосамыз 7x-тің квадраты бөлеміз 2 минус 3x плюс с деген қалады. Келесі есеп бізде бұлай көбейту бөлу болып тұрмау керек. Барлығын өрнектеп аламыз. Бізде мынандай бір дүниелер бар еді. А-ның n дәрежесі көбейтеміз. А-ның m дәрежесі ол a n плюс m, ал А-ның n дәрежесі бөлу А-ның m дәрежесі болса, a n азайтылған m деп дәрежелерді азайтамыз. Біз мынау төбесін есептеп алайық. X мына жақта төбірасты x деп қоямыз. Мынау бізде 1 дәрежені береді, ал төбірасты дегеніміз 2-ден 1 дәрежені береді. Мынау екеуі бірдей ортасы көбейту болса, дәрежелер бір-біріне қосылады. Мынаған 2-ден ортақ бөлім беріп жібереміз. Сол кезде 2-ге 1-ді өтем 2, 2-ге 1-ді қосатын болсақ 3 бөлінген 2. Енді бөлімінде мынау куб деп тұр. Төбірасты x-тің кубы. Мына жерде бізде көрінбей тұрады 2 деген сан бар, себебі мына жерде 2 болды, мынау 1, сондықтан 2-ден 1-ді берді. Мынау x-тің 2-ден 3 дәрежесі. Мынау бізде бөлу деген сөз ғой. Бөлу болған кезде x-тің 3-ден 2 дәрежесі бөлеміз, мына жақта x-тің 3-ден 2 дәрежесі. Енді мынау ортасы бөлу болса, дәрежелерді бір-бірінен азайтып тастаймыз дедік. Бірдей сандарды азайтатын болсақ 0 шығады, ал кез келген санның 0 дәрежесі бізде мына жақта төбесінде 1 қалды, астында 4 қалды. Демек, құр сан тұратын болса, оның алғашқы функциясы бізде қасына x жалап қоямыз. X бөлінген 4 плюс с дегенді береді.